Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге Pinterest программасымен жұмыс жасауға қатысты түсіндіретін боламын. Яғни біріншіден ол үшін сіз Pinterest программасын Play Market'тен немесе App Store программасы арқылы скачать етіп аласыз. Одан кейін кіріп подписка жасайсыз. Яғни Facebook немесе Google арқылы подписка жасайтын боласыз. Одан кейін поиск белгісін басу арқылы өзіңізге қатысты қандай тақырыпта фото керек соған қатысты жазасыз. Яғни мысалы сіз SMM-шік болсаңыз, визуал для SMM, мысалы міне шығып тұр, SMM специалист, менеджер, Instagram деп таңдайын. Міне көрдіңіз ба? Бұл фотолар, яғни осы Pinterest программасында жұмыс жасау арқылы құрастырылған визуалдар. Бұл фотоларды жеке-жеке ала алмайтын болғандықтан сіз бөлек іздеуге болады. Мысалы, осыларға қарап өзіңізге құрастырсаңыз болады. Яғни бежевый қоңыр түсте іздейтін құрастыратын болсаңыз, визуалыңызды мысалы девушка бежевым дейсізді, эстетика деп таңдайық. Міне көрдіңіз ба, неше түрлі фотолар шықты. Осының сіз скачать ету үшін 3 нүктені басу арқылы скачать изображение деп бассаңыз, галереяңызға түсетін болады. Одан кейін мысалы однотонный фон таңдайтын болсаңыз, тоже бежевый болса, яғни барлық сіздің түсіңіз визуалыңызды бежевый түспен құрастыратын болсаңыз, осылай іздеу арқылы өзіңізге керек фонды таңдап аласыз. Бірақ бұл фондарға текст жазу үшін Snapseed программасымен жұмыс жасауға болады. Сол арқылы текст жазу арқылы Instagramға салсаңыз болады. Ол сабақты келесі видеороликті жүктеген кезде қарай алсаңыз болады. Мысалы міне нежный дейді. Жоғары жақтағын басу арқылы өзіңізге керекті түсті таңдайсыз. Одан кейін мысалы сіз диетологсыз, правильный питание бойынша айналысасыз, яғни сізге правильный питание керек. Міне правильный питание деп жазсаңыз, міне неше түрлі видеолар, рецепттер шығып тұр. Мысалы даже менюға дейін бар. На неделю дейді. Бір аптаға арналған меню. Құрамымен жазылған, міне көрдіңіз ба? Өзіңізге қатысты осы жерден барлық ақпаратты тапсаңыз болады. Яғни қандай тақырыпқа қажет соны жазу, іздеу арқылы табасыз. Одан бөлек мысалы Инстаграмда актуальныйға арналған фотолар, highlights, иконки дейді ғой. Для актуального в Инстаграм десеңіз, міне сізге обложкалар, иконкалар шықтырына жоғарыдағыларын басу арқылы өзіңізге керек обложка мен иконканы таңдасаңыз болады. Міне мысалға мынаны таңдасаңыз, сіз осыны жоғарыдағы скачать изображение арқылы жүктеп аласыз. Одан кейін өзіңіздің актуальныйыңызға барып, мынаны обязательно емес, қию, өйстіп жақындату арқылы өзіңіздің актуальныйыңызды таңдап алсаңыз болады, қайсысы керек. Мысалы, егер фотоға қатысты болса, міне гүл, жапырақ, или міне неше түрін тапсаңыз болады. Осылай өзіңізге керекті тақырыпта фотоны аласыз. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сабақ ұнаған болса, лайк, подписка жасап кетулеріңізді сұраймын.